Мен сіздерге Каспийда рассрочка 12-24 айға қалай рассрочка жасау керек екенін түсіндіретін боламын. Немесе Каспиретті тоже алсаңыздар болады. Мен аламын да рассрочка 12 айға дегенді басамын. Басқан соң маған магазиндердің аттары шығады. Осы магазиндерден ала аласыздар деген. И астында мен оформить рассрочку дегенді басамын. Өзіме керек сумманы жазамын. Мысалы ретінде 1 миллион дейік, и продолжить дейсіздер, и сіздерге шығарып береді 12 айға осыншама теңге деп. 12 айға бізде 83.334 теңгеден шығып тұр 12 айға. И астындағы оформить заявку на рассрочку дегенді басасыздар. И сіздің заявкаңыз на одобрение или заявкаңыз не одобрено деген жазу шығатын болады. Пайдалы ақпарат болған болса,